Назад в будущее фильмінде болашақ 2015 жылы келеді деп айтқан. Қазір 2021 жылы біз әлі смартфондардың қуатын ұзарта алмай жүрміз. Болашақ әлі алыста сияқты. Иә, ұшатын көліктер, ақылды киімдер әлі өмірімізде жоқ. Бірақ осы теледидарға мән беру керек. Алдарыңызда Xiaomi Mi TV OLED Transparent 55. Бағасы, ал осы жерде барабандық дауыс 10 миллион теңге. Сипаттамасына тоқталайық. Мөлдір теледидардың экраны 55 дюйм. Xiaomi басын ауыртпай, дисплейді LG компаниясынан алған. Иә, өйткені қазіргі таңда OLED дисплейді LG-ден артық ешкім жасай алмайды. Теледидардың жауап қайтару уақыты 1 миллисекунд. Таратқыш жиілігі 120 Гц. Экран бейнесінің сапасы өкінішке орай тек Full HD 1080p. Xiaomi компаниясы бұл теледидарды жасау үшін қандай технологияларды қолданғанын ешкімге айтпай құпия ұстап отыр. Бірақ кейбір деректерге сенетін болсақ, бұның бәрі әйнек түрінде жасалған пиксельдердің арқасында дейді. Ал басқа зерттеушілер құпияның бәрі OLED экранында жатыр дейді. OLED экран көзге негізінде көрінеді, бірақ Xiaomi оны барынша мөлдір етіп дайындаған. Көріп тұрғаныңыздай минимализм барынша сақталған. Олар артындағы бөліктердің барлығын төменгі жағына жіберген. Төменгі платформасына келсек, иә, ол көзге бірден көрінеді. Оны да мөлдір етіп құрастыру үшін тағы бірнеше жыл керек сияқты. Бұл жерде басқару тетіктері, динамик, жалғағыш орындары және ең бастысы салқындату жүйесі қойылған. Неге ең бастысы дедім? Себебі теледидардың қызып кеткенін жек көрем. Шеттері металдық қаңқадан дайындалып, ультракүлгінді шеліммен жабыстырылған. Сосын қараңыз, қалыңдығы 5-7 мм ғана. Алдынан да қарасаң, шетінен де қарасаң көзге көрінбейтін теледидар. Негізі Қытай бұл теледидарды экспортқа шығарғысы келмеген. Бірақ ақша не істеткізбейді. Көріп тұрғаныңыздай, бұл ғажап бізге де келіп тұр. Тағы бір басты ақпарат. Xiaomi осы теледидарды шығару үшін бөлек фабрика құрастырған. Өзің ойлап көрші, бір теледидар үшін бөлек фабрика құрастыру. Егер де бұл ең алғашқы мөлдір теледидар деп ойласаңыз, сіз қателесіз. Өйткені 2017 жылы Samsung және LG өздерінің мөлдір теледидарларын ұсынған. Ал 2019 жылы Panasonic компаниясы да осындай экспериментке барған. Бірақ олардың бәрі сатылымға шықпады. Ал Xiaomi көріп тұрғаныңыздай сатылымға шығарды. Әрине, біткен іске сыншы көп. Сол үшін кемшіліктеріне көшейік. Мысалы, рахатын толық сезіну үшін тек қараңғы бөлмеде немесе түнде көру керек. Иә, жарық бөлмеде де көрсете береді, бірақ анық емес. Оған қоса, экранның бейнесі Full HD 1080p ғана. Тағы да айтам, Full HD 1080. Достар, 4К, тіпті 8К шығып жатқан заманда Full HD деген ұят. Айтпақшы, адамдардың пікіріне құлақ ассақ, экрандағы кейбір пиксельдер өшіп қалған, Android орнатылған. Одан бөлек, Always On Display көмегі арқасында сөніп тұрса да сағатты көрсетіп, ауа райын айтып тұрады. Dolby Atmos'ның көмегімен де Xiaomi теледидардың дыбысын жоғарғы дәрежеге жеткізді. Дауысын көтерген сайын дыбыстың сапасы түспейді. Керісінше ашық әрі сапалы жеткізуге тырысады. Қорытындылайтын болсақ, өзіңді бір 2031 жылы отқандай сезініп, мынау менің теледидарым ғой деп мақтана бересің. Ал неге мақтана аласың? Өйткені бұның бағасы 9 миллион, 999 мың, 990 теңге. 10 миллион. 10 миллионға не алсаңыз болады? Мүмкін алғашқы салым жасап үй аларсыз. Ал егер үйім бар десеңіз, жаңадан көлік ала аласыз. Ал оның барлығы менде бар десеңіз, ел көлемде бүкіл әлемдік турға баруға болады. Ал бұл жерде бір затты ескерген жөн. Үй деген бәрінде бар. Көлік десең, тіпті көп. Екінің бірі қазір шетелге барып демалып жүр. Ал мөлдір теледидар тек сенде ғана бар. Ондайды көріп, келген қонақтың бәрі 100% таңғалады. Нанырсың. Біз барынша ақпаратты бердік. Соңғы шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Ал сендермен болған Технодомкаст. Біздің арнаға жазыл, қоңырауға бас. Сосын пікірді қалдыр, лайкты бас, дұрыс па? Табы не бар? Достарыңа жібер. Болды ма? Все, жақсы. Кеттім мен. Давай.